Бүгін білім алушылар, бүгін сіздермен 2024 жылғы мемлекеттік емтиханға дайындығымызды бастаймыз. Сондықтан каналға тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Енді келесі нұсқа 9 сынып немесе 11 сынып қайсысына шықсын, соған байланысты комментарий жазамыз. Қай сынып көбірек комментарий жинайды, келесі нұсқамыз сол сыныпқа арналатын болады. Жалпы мемлекеттік емтихан екі бөлімнен тұрады, А бөлімі және Б бөлімі. А бөлімі сіздерде тест түрінде 15 сұрақ, бір балдан. Б бөлімі БЖБ, ТЖБ есептеріңізге ұқсайтын шығару жолымен жазатын есептер. Бірінші сұрақ сіздерде 1-ден 3-ші тапсырмаға дейін мынау графикті пайдаланып сұрақтарға жауап беруіміз керек екен. Функцияның нөлдерін анықтаңыз дейді. Нөлдер деп отқанымыз мынау параболаның тармағы төмен қараған. Параболаның x өсімен қиылысу нүктелері, яғни 1 және 5. Онда бұл Б нұсқасы дұрыс болады деген сөз. Екінші есепті қараймыз, функцияның өсу аралықтары дейді. Өсу аралықтары ол мынау аралықта минус шексіздіктен мынау 3-ке дейін. Ал 3-тен плюс шексіздікке дейін ол кему аралықтар. Мынау өсу аралығы, мынау сіздерде кему аралығы болады. Өсу аралығы ол сіздерде минус шексіздіктен 3-ке дейін. Ол бізде Д нұсқасы дұрыс болады. Функцияның кему аралықтар 3-тен плюс шексіздікке дейін деді. Ол бізде Д нұсқасы дұрыс болады деген сөз. Төртінші есепке қараймыз. Нүктенің осы заңдылық бойынша түзу сызықпен қозғалады дейді. Онда осы нүктенің қозғалыс жылдамдығын табыңыз дейді. Енді жылдамдық деп отқандарыңыз мынау жолдан туынды аламыз деген сөз. Жолдан туынды алатын болсаңыздар, ол бізде жылдамдыққа тең болады. X-тің n дәрежесінен X алдына түседі. Бірді азайтатын болсаңыздар, Т-ның өзі 25 Т-дан туынды алатын болсаңыздар, 25 саннан туынды алсаңыздар, 0-ге тең. Енді осыны алып келіп біз мынау 3-тің мәнін уақыттың орнына қойымыз керек, яғни жылдамдық уақытымыз 3-ке тең болған кезде, онда минус 2-ні 3-ке көбейтеміз, 25-ке қосасыздар. 25-тен 6-ны азайтатын болсақ бізде 19, ол бізде Д нұсқасы дұрыс болады екен. 5-ші сұраққа қараймыз. Мынау функцияның туындысын табыңыздар, яғни туынды деп отқандарыңыз, жеке-жеке туынды аласыздар. 7-сі алдына түсіп кетеді. X-тің 6 дәрежесі 1 дәреже азайтамыз. 5 алдына түсті, 4-пен көбейтіліп 20, X-тің 4 дәрежесі болады. Қосылған 2X-тан туынды алатын болсаңыздар 2-ге тең. Бұл бізде А нұсқасы дұрыс болады деген сөз. 6-шы есеп, функцияны экстремумға зерттеңіздер. Экстремумға зерттеу үшін алдымен 0-ге теңестіреміз, туындысын тауып алып, туынды алатын болсаңыздар, минус 3-тен туынды алсаңыздар 0, 4X-тан туынды алсаңыздар 4, минус X квадраттан туынды алатын болсаңыздар, минус 2X болады. Осыны 0-ге теңестіреміз. 2X-ті келесі жаққа шығаратын болсаңыздар, онда бізде X-іміз тең болады екен 2-ге. Осыны интервалдарда белгілеп, таңбасын анықтаймыз. 3-ті алып келіп қоятын болсаңыздар, минус 2 көбейтілген 3, минус 6, плюс 4, ол бізде минус 2, онда бізде таңба минус, плюс болады екен. Өсіп келе жатып кемейтін болса, ол бізде максимум нүкте болады. Онда ол сіздерде С нұсқасы дұрыс. 7-ші есепке қараймыз. Мынау теңдеудің түбірін табыңыздар. Енді 243 деген ол бізде 3-тің 5 дәрежесі. Екі жағында 5 негіздегі түбірге алып жүретін болсаңыздар, онда мынаның өзі ғана қалады. Минус 8, минус 3, ол бізде минус 11. Онда бізде А жауабы дұрыс болады екен. 8-ші есеп, мынау функцияның графигі берілген, параболаға ұқсайды екен. Мынау минимум нүкте дейді. Енді біз білетінбіз, 10-шы сыныпта функция 10-ға жылжитын болса, мынау X-тің қасындағы минус n плюс n түрінде берілетін. Мынау 10-ға солғасы, мынау n деп отқандарыңыз астыға үстіге. Мына нүкте солға қарай неше бірлік? 5 бірлік жылжиды. Енді мен мөлшермен алайын, үстіге 6 бірлік жылжиды. Мен А нүктесі деп белгілеймін. А нүктесі деп белгілеймін. А нүктесі бізде 3 деген нүктелеріңіз X-тің мәні. Ол солға қарай 5 бірлік, яғни минус 5 бірлік солға жылжиды. N деп отқандарыңыз мынау минус 4, ол үстіге 6 бірлік жылжиды, яғни 6-ны қосып жібересіздер. Сонда бізде А нүктесінің координатасы минус 2-де 2 болады. Ол бізде С жауабы болады. Өрнектің мәнін табыңыз дейді. Жақшаларды ашып жібересіздер. Минус түбір 50 алып, түбір астында 54 көбейтілген түбір астында 6, 24-ті мынаған көбейтеміз түбір астында. Екеуін көбейтетін болсаңыздар 324 түбірдің астында, минус екеуі негіздер бірдей болғандықтан, бір түбірдің астына енгіземіз, 144 болады.
324-тен бізде 18, 18-ден 12-ні азайтатын болсаңыздар, ол 6-ға тең. Мынау Е жауабы дұрыс. Теңдеудің түбірін табыңыз дейді. Бірінші мүмкін мәндер жиынын тауып алуларыңыз керек. Ол деген не сөз? X минус 2 артық болу керек 0-ден, X плюс 1-іміз артық болу керек 0-ден. Сонда X-іміз 2-ден артық екен, X-іміз минус 1-ден артық. Онда жауап бізде екеуінен де X. 2-ден плюс шексіздікке дейін де қабылдайтын аралықтар. Бұл мүмкін мәндер жиын, X-ні қабылдайтын мәндер. Енді бізге негіздер бірдей болғандықтан қосылып тұратын болса, көбейтін түрінде жазаласыздар. 2 логарифм 3 негіздегі 2 көбейтілген X минус 2. Мынаның өзін жазып қоямыз. Екі жағында негіздер бірдей болып тұр. Онда біз теңдеу түрінде бізде 2x жақшаны ашып жазатын болсаңыздар, минус 4x плюс 1. 2x-тан x азайтатын болсақ, x 1-ге 4-ті қосатын болсаңыздар, 5. Мына ол аралықта жатқан жоқ. А, Б, С, Д нұсқасы бізде 5 кіріп тұр екен, сондықтан Д жауабы дұрыс болады дейміз. Орта есеппен 240 қалташамның 12-сінен ақау табылды. Яғни жұмыс жасамайды деген сөз. Ақау деген сөз ол жұмыс жасамайды деген сөз. Сатып алынған қалташамның жарамды болу ықтималдығы. Енді жарамсыз болу ықтималдығы тауып алып бірден азайтсаңыздар болады. Немесе бізде жарамдысын табу үшін не істейміз? Жарамдылары 240-тан 12-ні азайтамыз деген сөз. 18, 2, 228. Бұл жарамдылар. Ықтималдық деп отқанымыз m бөлінген n еді. Бізден жарамдысын сұрап тұр, яғни 228-ның барлығы n, ол бізде 240. Мына екеуін қысқартып, мәнін қысқартып алып есептесеңіздер болады, немесе 228-ді 240-қа бөліп, жауабын комментарийға жазып қойыңыздар. Қай жауап дұрыс болады екен? 12-ші есеп, есептеңіз дейді. Шекті есептеу үшін мына x-тің мәнін, мына x-тардың орнын алып кеп қойсақ, жеткілікті. 3-тің квадраты бізде 9 қосылған 3, 3-тен 1-ді азайтамыз, ол бізде 2. 12-ні 2-ге бөліп тастайсыздар, ол бізде 6 деген жауап дұрыс болады екен. Е жауап. Синус пи бөлінген 4 қосылған тангенс пи бөлінген 4 дейді. Синус пи бөлінген 4-тегі мәні бізде түбір астында 2 бөлінген 2 қосылған тангенс пи бөлінген 4 45 градуста 1-ге тең. Ортақ бөлімге келтіресіздер. Түбір астында 2 қосылған 2, бұл бізде Д жауабы дұрыс деген сөз. 14-ші есепке қараймыз енді. 14-ші есепте теңдеу шешіңіздер дейді. Синус x-тің теңдеу екен. Түбір астында 2 синус x тең болады минус 1-ге. Минус 1-ді түбір астында 2-ге бөліп жібереміз. Иррационалдықтан құтылатын болсаңыздар, түбір астында 2-ге көбейтсек бөлімінде 2 болады, үстінде 2, түбір астында 2. Иррационалдықтан құтылып жазып алдық. Енді бізде синус x тең болса a-ға, x-тің мәні неге тең еді? Минус 1-дің n дәрежесі. Минус таңбасы бар, онда мына жерге плюс 1 деп жазып алатын едік. Көбейтілген арк синус түбір астында 2 бөлінген 2 деп отқандарыңыз не еді ол? Пи бөлінген 4 қосылған pn. Ол бізде Д жауабы дұрыс екен. 14-ші есепте Д жауабы. Енді бізде 15-ші есепке қараймыз. 15-ші есепте мынау функцияның графигі көрсеткен, суретті анықтаңыз дейді. Логарифм 3-тен 1, негізі 3-тен 1-ге тең екен. Онда сіздердің графиктеріңіз қалай еді? 11-ші сыныпта өткенсіздер бұл. Мынау 1-ден өтеді логарифм. Ол кеммелі болатын да? Мынау 3-тен өтеді ғой деймін да, онда графиктеріңіз негізі осындай болу керек. Енді оның графигін елестете алмасаңыздар, мән қойыңыздар. Мына жердегі бір нүктенің мәнін 1-ден өтіп жатқан, ол қанағаттандырады. Мына нүкте қандай болады? 3-те 1. X-іміз 3-ге тең, Y-іміз 1-ге тең. Орнына кеп қоясыздар. Y тең болады логарифм 3-тен 1 X. X-тің орнына логарифм 3-тен 1, X-тің орнына неше тұр бізде? 3 тұр. Y-іміз нешеге тең болды? Онда 1-ге тең болды. 3-тен 1-дің 1 дәрежесі бізде 3-ге тең емес. Онда мына жауап болмайды екен. А жауабын сызып тастаймыз. Екінші Б жауабына қараймыз. Мына түбір астында X-тің графигі. Мен тексеріп көрсеңіздер болады, нүктелерді алып тексеріп көріңіздер. 0-ден өтіп жатыр, түбір астында X. Мынауда да түбір астында X-тің солға қарай неше бірлік жылжыған? 3 бірлік, астыға 2 бірлік түсіп кеткен. Мынауда да түбір астында X-тің несі? От логарифмді мынау сіздерде жауап бола алады. Мәнін әкеп орнына тексеріп қойып көріңіздер.
X-тің мәні нешеге тең бізде? 3, Y-тің бәрі минус 1. Біздегі функцияның беріп тұрған функция қандай еді? 3-тен 1 негіздегі X, Y-ға тең болу керек. Y-ның орнына минус 1, 3-тен 1-дің минус 1 дәрежесі бізде 3-ке тең. Онда осы жауап болады дейсіздер. Бір ғана нүкте алып тексермейміз. 2 нүкте алып тексеріп көріңіздер. Мынада да орындалады, оны сіздер орнына қойып тексеріп көрсеңіздер болады. Мына сіздерде енді түбір астында минус бар. Түбір астында X. Алдында минус таңбасы бар, да? Онда 15-ші есепте мында жауап болады екен. Б бөлімі. Бірінші, логарифмдік теңсіздіктерді шешу үшін мүмкін мәндер жиыны, ол деп отқандарыңыз X-ның қабылдайтын мәндер мынаның қабылдайтын мәндер сіздерде қандай болу керек? X қосылған 2-міз 0-ден үлкен болу керек, оң сан болу керек. X квадрат минус 2X плюс 4-те 0-ден үлкен болу керек. Енді негізіне қараймыз. Негізі сіздерде 5, еске сақтап аламыз. Егер де ол 0 мен 1-дің аралығында болатын болса, онда сіздер таңбаны ауыстыратын едік. Бұл жерде 5 1-ден үлкен болып тұр, сондықтан таңбасын ауыстырмай жаза аламыз. X плюс 2 кіші X квадрат минус 2X плюс 4. Негіздер бірдей болмай тұратын болса, онда бірдей негізге келтіріп аласыздар, да? Мынау сызықтық теңсіздік, оны сіздер шеше аласыздар. Минус 2-ден артық. Квадрат теңсіздіктер шығарғанда алдымен 0-ге теңестіріп аламыз, сосын түбірін табамыз. Плюс 4 тең болу керек 0-ге. Мынанда алдымен бір жаққа жинап алайын. Минус X квадрат минус, плюс 2X болады, келесі жаққа өтсе, плюс 2X плюс X плюс 2 минус 4 кіші 0-ден. Бірінші теңсіздік түсінікті. Екінші теңсіздікке қараймыз. Екінші теңсіздік сіздерде қандай болады? Екінші теңсіздік бізде X квадрат минус 2X плюс 4-ті дискриминант арқылы шығарып көрейік, та? P квадрат азайтылған 4 көбейтілген AC. Онда минус 12 бұл 0-ден кіші. Бұның шешім болмайды. Мына теңсіздіктің шешім болмайды. Бірақ сіздер бұл жерде шешім болмайды деп, мынау теңсіздік барлық есепке қатысты емес, ол мына жерге қарауымыз керек. Ең бастысы, мынау жердегі теңсіздік дұрыс болса. Егер де мынау теңсіздік дұрыс емес, кіші деп тұратын болса, онда шешім болмайды дейтін едік есептің, да? Мына жерде сіздерде 4 0-ден артық, онда мынау X тиісті R, яғни X-ның қабылдайтын мәндері барлық сандарды қабылдай береді. Минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін. Бұл екінші теңсіздікке қатысты. Енді үшінші теңсіздікті біз шығару үшін минус X квадрат ұқсас мүшелерді біріктіретін болсаңыздар, плюс 3X минус 2 кіші 0-ден дейді. Алдымен минус 1-ге көбейтіп алайын. X квадрат минус 3X плюс 2 артық 0-ден болады, да? Енді біз 0-ге теңестіреміз. 3X плюс 2 тең болады 0-ге. Түбірлерін табамыз. X1 мен X2. Дискриминантпен тапсаңыздар болды. Немесе вет бойынша көбейткен кезде 2-ге тең болу, қосқан кезде плюс 3-ге тең болу керек. Бұл үшінші теңсіздік. Енді осылардың барлығының біз несін аламыз? Қиылысуын аламыз. Бірінші теңсіздік сіздерде минус 2-ден плюс шексіздікке дейін. Екінші теңсіздік минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін. Енді ол түсінікті. Оны жазбай қойсаңыздар болды. Үшінші теңсіздікке қараймыз. 2 бой алмайды бізде, 1 бой алмайды. Таңбасы қандай болады бізде? Мынау неге қарайсыздар? Мынау кіші таңбаға қараймыз, да? Ол бізде аралығы, бізде таңбасы қандай болады? Плюс, минус, плюс. Орындар мәнін алып орнына қойып тексеріп көріңіздер. Бізге керегі плюс аралық. Мынау аралық және де мынау аралық. Енді екеуінің де қиылысып жатқан жері бізде жауабы ретінде қабылданады. Минус 2-ден 1-ге дейін, 1-ге 2-ден плюс шексіздікке дейін. Жауабы X тиісті болады деп жазып қоясыздар. Енді екінші бөлімді шығарған кезде Б бөлімін жауабында жазып отыруды ұмытпаңыздар. Бұл 5 балдық сұрақ екен, сондықтан әрбір қадамын дұрыстап жасаңыздар. 17-ші есепке қараймыз. Мынау функцияның минус 2, 2 аралығындағы кесіндісінің ең үлкен ең кіші мәнін табыңыздар дейді. Біз бірінші туынды тауып алатынбыз, да? Туынды табатын болсаңыздар, 3X квадрат минус 6X, X алдына түсіп көбейтіліп кетті, 3X-тан туындалсаңыздар 3. Осы не істейміз? 0-ге теңестіріп шешіп алатынбыз, да? 0-ге теңестіретін болсаңыздар, мен барлығын неге бөліп жүрейін? 3-ге бөліп жүрейін. Сонда сіздерде X квадрат минус 2X плюс 1 тең болады 0. Мынаны дискриминант арқылы шығарсаңыздар болады. Немесе қысқаша көбейту формуласына келіп тұр. X минус 1-дің квадратына келіп тұр. Онда X-іміз нешеге тең болады? 1-ге тең болады. Бұл түбірі сіздерде мынау аралықта жатыр. Мынау аралыққа тиісті. Онда тиісті болады минус 2 мен
2-нің аралығы дейсіздер. Енді мәндерін орындарына қойып тексеріп көреміз. Y-іміз бізде минус 2-ге тең болған кезде нешеге тең болады екен? Минус 2-нің кубы азайтылған 3 көбейтілген 2-нің квадраты плюс 3 көбейтілген 2 плюс 2. Есептейсіздер, минус 8, минус 4, 12 плюс 6 плюс 2. Минус 20, минус 20-ға 8-ді қосатын болсаңыздар неше? Минус 16 бола ма? Есептеп, жауабын ең кіші мән, таңбасынан қате жіберген жоқпыз мына жерде. Минус 20. Минус 2-ні қойып жатырмыз да. Енді мына жерде минус таңбасын қоймай кеттім. Мына жерде шатасып жібердік. Сіздерде мына жерде таңба минус екен ғой да. Минус 2-ге қойып жатырмыз ғой біз. Онда мына жерде таңбамыз минус болады. Минус 26, минус 24 қойдың да, минус 24. Енді мынау 1-ді алып келіп орнына қоясыздар. 1-дің кубы 1, азайтылған. Біз көп оқушыларына туындыға әкеп қойып шатасып жатады. Мынау функцияның орнына әкеп қоясыздар. Мына x-ның орнына әкеп қоямыз мен. 1-ді әкеп қоятын болсаңыздар, 1-дің кубы 1, азайтылған 3, қосылған 3, қосу 2. Бұл жерде нешеге тең болады? 3-ге тең болады, да? 1-ді әкеп қойған кезде. Енді нешеге әкеп қоямыз? Біз 2-ні алып келіп орнына қоюымыз керек. 2-нің кубы сіздерде 8, азайтылған 12, плюс неше болады? Плюс 6 болады, да? Плюс 2. Енді мынаның мәнін тауып, 17-ші есептің жауабы деп жауабын жазып қойыңыздар. Ең үлкен мәні қайсысы шығады? Ең кіші мәні қайсысы болады екен? Енді сіздерге түсінікті деп ойлаймын, бұл есеп 10-ші сыныпқа байланысты туындының тақырыптары болатын. 18-ші есеп. Бірінші ықшамдап алайық. 8 деп отқандарыңыз ол 2-нің кубы, 27 деп отқандарыңыз 3-нің кубы. Сонда 2-ден 3-тің кубы, енді мен көбейту деп жаза берейін, өйткені жақшаның сыртына жазатын болсақ, бәрібір екеу көбейтіліп кететін де. Көбейтілген 3-тің 3 дәрежесі, мен 4-ті 2-нің кубы деп жазып алайын. 3-тің 3 дәрежесі, 2-нің кубы, көбейтілген 2-ден, 2-нің кубысын есі, 4 деп отқанымыз 2-нің квадраты кешіресіздер. 3 дәрежесі, осының неше дәрежесі дейді? 2-ден 1 дәрежесі дейді. Мұны екеу қысқаратта сіздерде 2-ден 3-тің 2-ден 5 дәрежесі. Көбейтілген. Мұны екеу қысқаратта 3-тің 3 дәрежесі, 2-нің 3 дәрежесі. Онда мұны не деген сөз? 3-тен 2-нің 3 дәрежесі деген сөз. Ол көбейтіліп кетеді 2-ден 1-мен. Енді қараймыз, екеуі бірдей болу үшін бізде мұнан минус 1 дәрежеге шығарып жіберетін болсаңыздар. 3-тен 2-нің минус 1 дәрежесі, ол 2-ден 5-пен көбейтіліп, минус 2-ден 5 дәрежесі болады. 3-тен 2-нің 2-ден 3 дәрежесі. Негіздер бірдей болды. Енді біз 3-тен 2-нің минус 2-ден 5 көбейтіліп тұрғандықтан негіздер бірдей болса, екеуін қоса аласыздар. 2-ден 3 дәрежесі. Онда бізде 3-тен 2-нің минус 2-ден 2 дәрежесі. Ол деп отқандарыңыз қысқаратын болсаңыздар, 3-тен 2-нің минус 1 дәрежесі деген сөз. Ол онда сіздерде керісі 2-ден 3 деген сөз. Ол деп отқандарыңыз 1,2-ден 1 немесе 1,5 деп жазып қойыңыздар. Жауабы 1,2-ден 1 немесе 1,5 деп жазып қойыңыздар. 19-ші есепке қараймыз. Негіздерін бірдеге келтіріп алуымыз керек. Көрсеткіштік теңсіздіктер. Ең кіші бүтін шешімі дейді. Мына жерде сұраққа кішкене мұқият болайық. Теңсіздік шешіп болғаннан кейін ең кіші бүтін шешімін табуымыз керек. 8 2x плюс 1 артық 1000-нан 125. 1000 мен 125 қысқартылатын болса, ол 8-ден 1 болады. 8-ден 1 деп отқандарыңыз, ол 8-дің минус 1 дәрежесі деген сөз. Енді түсінікті, екеу негіздер бірдей болды. Екеуі де 1-ден артық, сондықтан теңсіздік таңбасы өзгермейді. Артық минус 1-ден 2x артық болады. Минус 1, ол минус 2. X артық болады. Минус 2-ні 2-ге бөлсеңіздер, минус 1. Сонда мына теңсіздіктің шешімі минус 1-ден плюс шексіздікке дейін болады екен. X тиісті болады минус 1-ден плюс шексіздікке дейін. Бізде сұрақ қандай? Ең кіші бүтін шешімі дейді. Бүтін сандар деп отқандарыңыз түсінікті. 0, 1, 2, 3, 4, 5 және де теріс сандар да.
Онда мына жерде тұратын сан сіздерде 0, ары қарай 1, 2, 3, 4 бет. Осының ең кішісі жауабы ол 0 болады. Минус 1-дің өзі кірмейді, өйткені бізде жай жақша болып тұр. Егер де тік жақшамен алынатын болса, онда минус 1 болатын еді жауабы. 20-шы есепке қараймыз. Мына функцияның графигіне жүргізілген жанаманың теңдеуі дейді. Енді бірінші жанаманың теңдеуін еске түсіріп алайық. Жанаманың теңдеуі деп отқандарыңыз. Мынау функциядан x нөлевой нүктесін қоятын едік. Және де енді мына жерде f от x пен берілмей тұр екен, сондықтан мен y пен жаза берейін де. Y мына x нөлевой нүктесін қоямыз. Туынды алып алып, оны x нөлевой нүктесін қоямыз. Сосын алып келіп x азайтылған x нөлевой нүктесін орнына қоятын едік. X нөлевой нүктесі мында. Енді бірінші тауып алуым керек. Нені тауып алуым керек? Бірінші бізде y x нөлевой. Яғни 4 алып келіп, мына функцияның өзінің орнына қоямыз. Түбір астында 4, ол деп отқандарыңыз 2-ге тең. Мен мынаны тауып алдым. Ол нешеге тең екен? Бізде 2-ге тең екен. Енді маған нені табу керек? Маған мынаны табу керек. Бірінші туындыны тауып алып, сосын алып келіп орнына қоюым керек. Ол деп отқаныңыз бірінші туындыны табамыз. Мынау функциядан, түбір астында x-тан туынды аламыз. Ол деп отқандарыңыз 1 бөлінген 2 түбір астында x еді. Формула. Енді осыны алып келіп орнына қоясыздар. Y туынды орнына алып келіп қоятын болсаңыздар, x нөлевой нүктесіне, яғни 4-ті 1 бөлінген 2 көбейтілген түбір астында 4. Бұл 1 бөлінген 4-тен 1 деген сөз. Біз тауып алдық. 4-тен 1-ді қайда алып келіп қоямыз? Мынау функцияның мән теңдеудің орнына алып келіп қоямыз. Сонда жанаманың теңдеуі, жауабына жазып қоясыздар. Мынаның орнына 2-ні алып келіп қоямыз, қосылған. Мынаның орнына 4-тен 1. X азайтылған x нөлевой нүктесі деп отқандарыңыз 4. Жақшаны ашып жібересіздер. 4-тен 1 x. 4-пен 4 қысқарып кетеді, минус 1 қалады. Сонда 4-тен 1 x плюс 1 деген жауап болады. Жауабы y жанаманың теңдеуі сіздерде 4-тен 1 x плюс 1 деп жазып қоясыздар. 21-ші есепке қараймыз. Сіздерде мынау функцияның график көрсетілген. OX өсімен қайнадан бас нүктесіне қиып өтеді дейді. OX өсінің x тең 4 нүктесінде жанайды дейді. Енді шеткі нүктелер. Сіздерде қисық трапеция, қисықтың сіздерде берілген боялған бөліктің ауданын табу үшін формула қандай еді бізде? A-дан B-ға дейін осы функцияның интегралын алып, бізде OX өсі деп тұр. Яғни, ол мынау өсті. Одан бәрібір интеграл алатын болсаңыздар 0-ге тең, сондықтан азайтпай қояйық. Үстіндегі жатқан функциядан астындағы жатқан функцияның интегралын азайтып тастайтын едік. Біз осы формуланы пайдаланамыз. Бізде функцияның несі беріліп тұр? Y тең. Сонда сіздерде ауданы, шеткі аралықтар 0 нүктесінен және де 4 нүктесіне дейін. Функциямыз қандай? X-тің кубы азайтылған 8x квадрат плюс 16x dx тең болады. Енді интеграл дегеніміз бізде дәрежесінен x-тің n дәрежесіне интеграл алатын болсаңыздар, алғашқы функциясы ол x-тің 4 дәрежесі 1 дәреже қосамыз, соған бөліп жіберетінімізді n плюс 1-ға. Минус 8-дің өзін жазып қояйық. 2 дәрежеге 1 дәреже қосамыз, соған бөліп тастаймыз. Плюс 16x-ға 1 дәреже қосамыз, соған бөліп тастаймыз. Сосын Ньютон-Лейбниц формуласы. Ол дегеніміз не еді? Мына мәндерін орындарына қойып шығатынбыз да. Астыңғы үстіңгі мәндерін. 4-тің 4 дәрежесі. Ол 4-тен қысқаратымыз 4-тің 3 дәрежесі қалады. Енді мен жазып қояйын. 4-тің 3 дәрежесі ғана қалады. Азайтылған 8, 4-тің 3 дәрежесі көбейтілген. 3-тен 1 қосылған. 16 мен мынау 2 қысқарып 1. Мына жерде неше қалады? 8 қалатын еді. 8, 4-тің квадраты сіздерде 16 мен 4-тің квадраты деп жаза берейінші. Өйткені мына жерде ұқсас мүшелерді жақшаны сыртына шығарып жіберуге болатын сияқты. 0-ді қойсаңыздар бәрібір 0. Ньютон-Лейбниц формуласында қалай еді? Бізде A-дан B-ға дейін f от x-тан интеграл алу деген сөз. Алғашқы функциясын B-дан азайтып тастайтынбыз, алғашқы функциясын A-ның. Біз A-ның мәні сіздерде 0-ге тең болғандықтан енді бәрібір жазбай қояйық. Енді 4-тің квадратын жақшаны сыртына шығарып жіберейін, сонда не қалады? 4 азайтылған 3-тен 8 көбейтілген 4-те қосылған
4-тің квадраты шығып кетті, 8 ғана. Мынанда өздеріңіз есептеп жазып қойсаңыздар, арифметика кәдімгі 16, 12 азайтылған 3-тен неше? 32 ғой деймін да. Енді мына жақшаларды ашсаңыздар, немесе мынаны ортақ бөлімге келтіріп, енді есептеп тастайық. 16, ортақ бөлім 3, 36-тан 32-ні азайтатын болсаңыздар, сіздерде 4, 3-тен 4. Ол деп отқандарыңыз, мұны екеуі көбейтіледі. Қанша болады? 24, 64 бөлінген 3. 2, 21 бүтін 3-тен 1 болады. Квадрат бірлік деп жазып қойасыздар жақшаның ішіне. Квадрат бірлік. Жауабы S-тен болады 21 бүтін 3-тен 1 квадрат бірлік деп жауабына жазып қойыңыздар. 22-ші есеп мынау енді ықтималдыққа байланысты ғой деймін. Ықтималдығын есептеңіз дейді. Мынау бірінші орындар толтырып алайық, бос орындар. 2 балл екен. Лизаның пеналында 3 қара, 7 қызыл карандаш бар. Ол 2 карандашты орнына қайтармастан, сұрақ сіздер орнына қайтармастан дейді. Қайтадан орнына қоймайды екен. Кездейсоқ тәртіппен берілген соң бірінен соң бірін алады дейді. Ықтималдықтан бос орындарды толтырыңыз дейді. Бірінші бос орынға қараймыз. 10-нан 3, енді бұл жерде ықтималдығы беріліп тұр. 10-нан 3 және де сіздерде қандай дейді? 9-дан 2, біреуін алып қойғанда, онда бұл жерде сіздерде бөлімде 9 болады. Енді түсінікті бізде мынау 1 бүтін болу үшін, онда мына жерде 7 болады, да? Екеуі 1 бүтін болу керек қой. Біреуін алып қойған, онда 9-дан 7 болады. Мына жерде 10-нан 7 бөлуге қалып қойса, онда астында неше болады бізде? 10-нан 3 бөлу кетіп қалды, онда астында 10-нан 7. Мынау тура жаңағы сияқты. 9-дан қарамыз неше еді бізде? Қарамыз 3 болады. Онда мынау 9-дан 3 болады. Онда мына жерде 9-дан, мына жерде екеуі 1 бүтін болу үшін 9-дан 6 деген сөз. Сонда мынау 3-тен 1, мынау деп отқандарыңыз 3-тен 2. Осы толтырып қоясыздар, сонда сіздерде толық 2 балды аласыздар. Енді қысқартып жазып қоямыз. Б сұрағына қараймыз. 2 карандаштың да қара болуының, мынау түспей жатыр. 2 карандаштың да қара болуының ықтималдығын табыңыз дейді. Енді 2 карандашта қара болу үшін, онда сіздерде қайсысы мен қайсысы? Мынау 10-нан 3-пен, мынаумен қайсына қатысты? Екеуі де қара болу үшін мынаған қатысты. Екеуін онда көбейту амалы бізде. Онда ықтималдық тең болады сіздерде қандай? 10-нан 3, бірінші 10-нан 3 қара болуы мүмкін. Біреуін алып тастағаннан кейін 9-дан 2-сі қара болуы мүмкін. Мынаны көбейтетін болсаң, енді қысқартатындарын қысқартып жібереміз. Мұны екеуі қысқартылады. 3, мына жерде 1, мына жерде 5. Сонда сіздерде қандай болады? 15-тен 1 деген жауабы дұрыс болады екен. Екі карандаштың да әр түрлі түсті болуының ықтималдығы дейді. Енді кестеге қарайық. Әр түрлі болу үшін. Біріншісінде сіздерде қандай? Әр түрлі болу үшін біріншісінде 10-нан 3-пен, мынау көрінбей қалды. Кері қайтайық. 10-нан 3-пен біреу қара болу керек, және біреу қандай болу керек? Қызыл болу керек, та? Біреу қара болу керек, біреу қызыл болу керек. Енді екіншісіне қараймыз. Біріншісінде қызыл болса, онда екіншісінде қандай болады ол? Ол қара болу керек, та? 3-тен 1. Екеуін бір-біріне көбейтесіздер, сосын екі ықтималдықты бір-біріне қосып жібереміз. 10-нан 3 пен 9-дан 7 ықтималдық тең болады. 10-нан 3 көбейтілген 9-дан 7 қосылған, екі ықтималдықты бір-біріне қосамыз. 10-нан 7 мен 3-тен 1. 10-нан 7 көбейтілген 3-тен 1. Мұны екеу қысқаратын болса, сіздерде 3, 1. 30-дан 7 қосылған, 30-дан 7. Ол деп отқандарымыз 30-дан 14. Енді екеу қысқаратын болса, 2-ге қысқарсаңыздар 7, 15-тен 7 деген жауап болады екен. Әр түрлі болатын болсаңда бір-біріне көбейттік, және де екеу болғандықтан ол бір-біріне не істеп жібердік? Қосып жібердік. Енді мынау есеп түсінікті болса, қайтадан бір қарап шығыңыздар. Енді шарттарын дұрыстап, қазір уақыт аз болғандықтан кішкене азырақ уақыт жұмсауға тырысып, тездетіп шығарып жатқан жайымыз бар. Өйткені бізде
Біз мынау запись басып отырғанда бұл неше шектеулі уақытпен ғана. Сондықтан түсіністік танытады деп ойлаймын. Енді мына қараймыз. Мыналардың барлығын бірдей негізге келтіріп алуымыз керек. 0,4 деп отқандарыңыз енді 10-нан 4, екеуін қысқартатын болсаңыздар 5-тен 2. 5 көбейтілген 3 қосылған x дәрежесі. Так, енді бір-бірінен дәрежелер сіздерде көбейтіліп тұратын болса, мынандай, қосылып тұратын болса, онда біз көбейтін түрінде жаза аламыз. Ол деген не деген сөз? 2-нің 3 дәрежесі көбейтілген 2-нің x дәрежесі тең болады 5-тен 2 көбейтілген 5-тің 3 дәрежесі көбейтілген 5-тің x дәрежесі түрінде жаза аламыз. Енді сандарды бір жаққа, аналарды бір жаққа жинап алайық. Не болмаса мен алдымен есептеп алайын да. Мынау 8, 2-нің x дәрежесін қойып қояйық. Так, мынау 5-тің квадраты қалады, онда 25, 25 2-мен көбейтіліп 50. Так, көбейтілген 5-тің x дәрежесі. Так, онда бізде 2-нің x дәрежесін пропорция бойынша 5-тің x дәрежесіне бөлейін. Так, 50-ді 8-ге бөліп жүремін да. 50 бөлінген 8. Мұны екеуі қысқарып нешеге тең болады? Так, 2-ге қысқартсаңыздар, сіздерде 25, 2-ге қысқартсақ 4. 4-тен 25 деп отқандарыңыз мен астына жазып қояйын. Так, мынаны мен бүйтіп жаза аламын. 5-тен 2-нің x дәрежесі деп жаза аламын. Так, мынаны 2-ден 5-тің 2 дәрежесі түрінде жаза аламын. 4-тен 25-ті. Ол деп отқандарыңыз минус дәрежеде. Кері саны 5-тен 2-нің минус 2 дәрежесі. Так, онда x-іміз нешеге тең болады екен? Мұны екеуі негіздер бірдей болғандықтан x-іміз минус 2-ге тең деп жазамыз. Так, жауабын жазып қоясыздар, x тең болады минус 2-ге деп. 24-ші есеп, мынау берілген теңдеудің мен қисықтардың бөлігі берілген. Так, боялған бөліктің ой сөзімен айналдырғандағы фигураның көлемін табыңыздар деген формуланы еске түсірейік алдымен. Көлем табу үшін пи көбейтілген адам b-ға дейін мынау функцияның не істейтін едік? Квадраттайтын едік те? Алғашқы функциясын dx. Орнына қоятын болсаңыздар, функциямыз енді бізде беріліп тұр екен теңдеу. Онда көлем тең болады пи көбейтілген аралықтар қай аралық? 1 мен 2-нің аралығында x азайтылған 1 бөлінген x дейді. Осының квадраты dx. Енді алғашқы функцияны табу, алдымен жақшаны ашып алайық. Пи көбейтілген 1-ден 2-ге дейін x-тің квадраты азайтылған, қысқаша көбейту формуласы 2 көбейтілген x 1 бөлінген x қосылған 1 бөлінген x-тің квадраты. 1-дің квадраты 1 болғанда мен келесі түрде жазамын. dx. Алғаш функциясын табатын болсаңыздар, пи көбейтілген x-тің кубы бөлінген 3 болады. Минус. Мұны екеуі қысқарып кетеді. Сіздерде 2-нің өзі ғана қалады. Ол сіздерде 2x. Қосылған. 1 бөлінген x квадратты мен не деп жазалам? X-тің минус 2 дәрежесі деп жазалам. X-тің минус 2 дәрежесінен алғашқы функция алатын болсаңыздар. Мен dx деп жазып қойыншы. dx. Мынадан 1 дәреже қосам, минус 2 қосылған 1 ол минус 1-ге тең. Так, оны бөлетін болсаңыздар минус 1-ге. Онда сіздерде қандай болады? Минус x-тің минус 1 дәрежесі. Онда ол 1 бөлінген x деген сөз. Так, сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Онда мынау сіздерде минус 1 бөлінген x екен. Минус 1 бөлінген x. Так, енді мәндерін қойып қояқ 1-ден 2-ге дейін. Пи көбейтілген. Так, енді Ньютон-Лейбниц формуласы сол орындарына қойып азайтып шығамыз да. Так, 2-нің кубы сіздерде 8 бөлінген 3, азайтылған 2x, яғни азайтылған 4, азайтылған 2-ден 1. Так, енді мына жерде таңбаларына мұқият болыңыздар. Минус 3-ден 1 орнына қоятын болсаңыздар. Так, плюс болып кетеді 2. Мына жерде тағы да плюс болып кетеді 1 бөлінген 1 деп отқандарыңыз 1-ге тең. Жақшаны жауып қоясыздар. Тең болады. Мұны екеуін қосатын болсаңыздар сіздерде 3, 3-тен 4 минус 1 болады. Мен жазып алайын. Пи 3-тен 8 азайтылған 2-ден 1 азайтылған 3-тен 1 азайтылған 1. Ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөлім сіздерде 6-ға тең. Мынаған 2-ден бересіздер. 3
мына жерге 2, мына жерге 6-дан береміз. Пи көбейтілген, мынанда да сіздер жауабын жазып қойыңыздар. 16, 16-тан 3, азайтылған мынадан 6. Мынау нешінші есеп? Мынау сіздерде 20 нешінші есеп? 24-ші есеп. 24-ші есептің жауабы деп бөліміне куб бірлік деп жазып қоясыздар. Өлшем бірлігіне. Куб бірлік деп жауабын жазасыздар. Қанша куб бірлік болады екен, жауабына жазып қойыңыздар. Келесі есеп бізде мынау функцияның туындысын табыңыздар дейді. Күрделі функция. Косинустан туындалсаңыздар қандай? Kx-тан туындалсаңыздар, ол 6 алдына шығып кететін еді. Косинустан туындалатын болсаңыздар, сіздерде қандай енді? У көбейтілген v-мен алсаңыздар болады. Не болмаса kx-та, сонымен жеңілдірек шығар сіздерге. Kx, k алдына шығып кетті, косинус x-тан туындаламыз мынадан. Косинус 3-тен 2 x-тан туындалуымыз керек. Общий алып қойыңызшы мынадан. Косинустан туындалатын болсаңыздар, сіздерде минус біріншісінен туындалып алыңыздар да. Алтымен қысқарып кетеді ғой сіздерде. 3-тен 2 x-тан туындалатын болсаңыздар, ол 3-тен 2-ге тең. Косинустың өзінен туындалатын болсаңыздар, синус 3-тен 2 x, алдында минусымен. Мұны екеуі қысқарады, 1, 2, сонда сіздерде қандай болады? Минус 4 синус 3-тен 2 x болады екен жауабы. Күрделі функция ішінен бір рет туындаласыздар, сыртынан бір рет туындаласыздар. Мынау сіздерде u бөлінген v-ның туындысы. Үстіндегі функцияларыңыздан бір рет туындаласыздар, оны v-ға көбейтеміз, азайтамыз, астынан туындалып, үстіне көбейтесіздер v квадрат. Сонда туындалатын болсаңыздар, 2x квадрат плюс 1-ден туындаламыз, оны u-ға көбейтеміз, да? Азайтамыз. Бөлімде сіздерде 3x минус 1-ден туындаласыздар, оны көбейтеміз 2x квадрат плюс 1-ге. 3x минус 1-дің квадратик. Тең болады. Мынадан туындалатын болсаңыздар, 4 алдына x шығып кетеді, 4x болады. 3x минус 1-ге көбейтеміз. Азайтылған 3x-тан туындалсаңыздар, 3 минус 1-ден туындалсаңыздар, 0, оны жазбай қоямыз. Бөлімде сіздерде 3x минус 1-дің квадратик. Енді ұқсас жақшаларды ашып, ұқсас мүшелерді біріктіреміз. 12x квадрат минус 4x минус 6x квадрат, алдында минус бар, таңбадан шатаспаңыздар, минус 3 бөлімде сіздерде 3x минус 1-дің квадрат. Тең болады. Ұқсас мүшелерді біріктіреміз. 12x квадраттан 6x квадратты азайтсаңыздар, 6x квадрат минус 4x минус 3 бөлімде сіздер қайда? 3x минус 1-дің жақшаны ашып қойсаңыздар болады. Бөлім қысқаша көбейту формасымен. Немесе осылай қалдырып қойыңыздар. Жауабы деп осы жауабын жазып қоясыздар. 26-ші есепке қараймыз. Кездейсоқ шаманың үлестіріміз алынып төменде кестеде берілген дисперсияны табыңыздар дейді. Енді бізде дисперсияны табу үшін, дисперсия дегеніміз не еді ол? Математикалық күтімге байланысты еді. Мынадан азайтып тастайсыздар математикалық күтімнің квадратын. Енді оңай тәсілі математикалық күтімді есептеген кезде бізге мынау жердегі ықтималдық керек еді. Мынау сіздерде вариантта, мынау біздерде жиілік. Варианттан неше рет? 2 бізде 1 рет кездеседі, 5 3 рет кездеседі. Жиілігі бізге ықтималдық керек. Ықтималдық деп отқанымыз не еді? Мыналардың қосындысын тауып алайық та. Қосындысы деп отқанымыз 1-ден бастап нешеге дейін? 4-ке дейінгі n-дің қосындысы, да? Бәрін қосып шығасыздар бір-біріне. 4, 6-ға қоссаңыздар 10. Барлығы 10 екен. Ықтималдық деп отқанымыз 1-ді мына 10-ға бөліп тастайсыздар. 1 бөлінген 10. 1-ді 10-ға бөлетін болсаңыздар, сіздерде 0,10-нан 1, 3-ді 10-ға бөлсеңіздер 0,10-нан 3, 2-ні 10-ға бөлсеңіздер 0,10-нан 2, 4-ді 10-ға бөлсеңіздер 0,10-нан 4. Енді бізге жұмыс жасау керек. Мынау ықтималдықпен, ықтималдық және де мынау вариантаның өзі. Вариантта ықтималдық, вариантта ықтималдық, вариантта ықтималдық. Математикалық күтім деп отқандарыңыз осы x1-ді көбейтесіздер p1-ге, қосамыз x2-ні көбейтеміз p2-ге, дәл сол сияқты кете беретін. Ол деп отқандарыңыз не демекші? 2-ні 0,1-ге көбейтесіздер. Қосамыз 5-ті 0,3-ге көбейтеміз. Қосамыз 7-ні 0,2-ге көбейтесіздер. Қосамыз 8-ді 0,4-ге
көбейтесіздер. Қосатын болсаңыздар, мынау 0,2 қосылған 1,5 қосылған 1,4 қосу 3,2. Мынау сіздерде 2,9, 3,1, 3,1-ге 3,2 қоссаңыздар 6,3. Математикалық күтімі 6,3 екен. Енді бізге мынау деп мынау математикалық күтімнің квадраты, қазір азайтатындарыңыз 6,3-нің квадратын азайтып тастаймыз. mx квадрат дегеніміз не еді ол? Мына вариантаның квадраттап, яғни 2-ні квадраттап, оны көбейтесіздер 0,1-ге. Осылай тапсаңыздар кішкене жеңілірек. Немесе барлығын сәйкес көбейтіп шығып, оның барлығын нешеге 10-ға бөліп тастап, олай шығарсаңыздар да болады. Квадраттап бөліп шығасыздар. Мұнда олайда сіздерде қате емес. Ең оңай тәсілі осы. Квадраттайсыздар. Қосамыз, сіздерде қандай? Математикалық күтім тапқанда дәл сол сияқты. Көбейтіп сәйкесінше бөліп шықсаңыздар, оңға олайда қате емес. Мынаны 2-ның 5-дің квадраты бізде 25, көбейтесіздер 0,3-ге. Қосамыз 7-ның квадраты 49, көбейтеміз 0,2-ге. Қосамыз нешені? 8-дің квадраты 64, көбейтеміз 0,4-ге. Енді мынаны ерінбей сіздер есептеңіздер, сосын жауабы неше болатынын жазыңыздар. Оның жауабын общий жазасыздар. Қайда жазамыз? Общий жауабын сіздерде мына жерге жазуымыз керек. Мынаның мәні нешеге тең болды? Тауып алғандарыңыз. Вариантаның квадраты қосқандағы мәні нешеге тең екен? Одан азайтамыз 6,3-нің квадратын. Математикалық күтімнің квадратын. Мынадан азайтып жауабын комментарийға жазып қойыңыздар. Белсенді болыңыздар. Сіздер белсенді болсаңыздар, келесі нұсқа тезірек шығатын болады. Енді орташа квадратқа ауытқу дейді, ол деп отқандарыңыз осы дисперсия, тауып алған дисперсияны мынаны да шығарып қойыңыздар. Дисперсияның мәнін түбір астына алып жауабын жазып, мынанда жауабын жазып қойыңыздар. Мынау нешінші есеп? 20 нешінші есеп? 25 па, 26 мың? 26-шы есептің б-сы деп орташа квадратқа ауытқу неше болатынын жазып қойыңыздар. Енді есептеп отырғанға калькулятормен есептеу керек. Таңдаманың көлемі дейді, таңдаманың көлемі деп отқандарыңыз, мынау берілген 10 деген мәні, яғни барлығы қосындылар. Ауытқу деп отқандарыңыз ең үлкеннен ең кішіні азайтатын едік. Жалпы осы, енді комментарийға толық шықпай қалған есептердің жауабын жазыңыздар. Келесі нұсқа қай сыныпқа шықсын, соны комментарийға белгілеп кетеміз. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.